Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай, бәрімізде білетін салаттың рецебін каналыма жүктедім. Ол үшін бізге сиырдың еті қажет. Тек қана еті, сүйексіз. Ұзынша етіп турап, мінекей осылай шықты. Осыны сковородкамызға май құйып, қуырып аламыз. Араластырып тұрамыз. 5-10 минуттай қуырып аламыз. Минуттай қуырылған еттің үстіне 2 үлкен қасықпен соя соусы, яғни соевый соус құямыз. Тағы да 5 минуттай қуырамыз. Содан кейін үстіне жарты пиала суық су құямыз. Ол етімізді толық пісу үшін қажет. Бетін жауып, 10-15 минутқа бұқтырамыз. Дәміне қарай тұз салып, тағы да 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Оға дейін көкөністеріміз тураймыз. Тәтті бұрышымызды тураймыз. Бәрі міндетті түрде ұзынша болу керек. Сәбізді міндетті түрде теркадан өткіземіз. Чеснокты ұсақтап турап, газда тұрған етіміздің үстіне саламыз. Яғни чесноктың дәмі етке сіңуі тиіс. Чеснокты етіміздің үстіне салғаннан кейін бір араластырып, бетін жауып, газдың астын өшіре берсеңіздер болады. Дайын болған етімізді көкөністердің үстіне салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Өте әдемі болып шықты. Енді осыған ары қарай дәмін әдемілету үшін кристалл кесетін боламыз. Жасап көріңіздер, үй жағдайында өте дәмді шығады. Ешқандай қоспасыз, өте дәмді болады. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.